Бисмилла, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін осындай ас дайындайтын боламын. Егер де обедке дым идея таппаған кезде, осылай қарыннан осылай жасап жіберсеңіз болады. Егер де сіздер тамаққа салған қарынды жемейтін болсаңыз, осылай жасап жіберсеңіз болады. Сонда біздің қарнымыз өте дәмді болып шығады. Дәмі қазының дәміндей болып шықты. Енді осының ішін біз толтыратын боламыз. Менде қосымша қасында ішектер бар, сосын жүрегі бар, сосын сүйектер және еттерін қосып жібердім. Бұл жерде ешкінің еті бар, сосын жылқының, сосын қойдың еті бар, аралас жөнде қосып жасап жібердім. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер де өздеріңіздің қалауыңыз бойынша салсаңыздар болады. Қасына картоп, морков, тағы да қосымша бірдеңелер салуға болады. Үйіңізде не бар, соның бәрін салсаңыз болады. Енді барлығын жақсылап ішін толтырғаннан кейін, мына жерде кішкене іші құрғақтау болып қалар деп, тағы да қосымша май қосып жібердім. Бұл қойдың майы ертілген. Мен осылай қоямын, қойдың майын. Енді осының ішіне салып жіберемін. Кішкене сочный, дәмді, керемет болып шығады. Енді барлығын толтырып болғаннан кейін біз аузын тігетін боламыз. Жақсылап тігіп, біз бұны қалай пісіреміз? Бұны мен кәдімгі ет асқан сияқты кастрөлге су құйып, мұны пакетке салып, пакеттің аузын жақсылап байлап, мен 3 сағатта пісірдім. 3 сағатта пісіп шықты, әдемі болып пісіп шығады. Енді осыны дәл осылай сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен осыны бірінші жасап тұрмын, қалай болар екен деп ойлап едім. Дәмі өте керемет болып шықты. Міне осылай мен ине жіппен тігіп жатырмын. Жақсылап тігіп аласыздар аузын. Ішіне міндетті түрде су кіріп кетпеуі керек. Жақсылап тігесіздер. Енді осыны мен пакетке салып, қазір мен осыны суда пісіретін боламын. Қорықпай осылай жасап көріңіздер міндетті түрде. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп міндетті түрде қараңыздар. Және де осы видеоларға қатысты өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің каналымда тәттілердің рецептілері өте көп. Пирогтардың рецептілерді қарасаңыз болады. Бір жасағаннан шығатын оңай рецептілер бар каналымда. Енді мен осыны суға саламын. Суға салып, жақсылап 3 сағат көлемінде пісіретін боламын. Енді кезекте бұл 3 сағат піседі. Оған дейін мен балаларыма осы бауырды пісіріп қойдым суға. Осыны жақсылап турап балаларыңызға бере берсеңіздер болады. Бауырдың пайдасы өте көп, мол. Сондықтан мен осындай бауырды осылай суға пісіріп балаларыма ұсынамын. Біздің балалар осыны жейтін болады. Жасау жолы өте қарапайым болды, оп-оңай. Дым идея таппаған кезде осылай сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де мен апта сайын рецептілерді салып отырамын. Менің каналыма өтіп, рецептілерді бақылап отырыңыздар. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, қоңыраушаны басып, міндетті түрде тіркеліп, соңына дейін қараңыздар видеоны. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сол үшін қолдау білдірсеңіздер. Алдын ала рахмет сіздерге. Міне дайын болып қалды. Сау болыңыздар.